Бәрекелді, міне жігіттер, қандай мынау табиғатты қараңдаршы, табиғатты, бәрекелді. Жылқылардың семізін қарадық қазір. Жайылым ғой, жайылым, табиғат. Таудың етегінде Қазақстан, Шымкенттің шарбешін осында демалыс аймағы бар екен, жігіттер. Бәрекелді, аман болайық. Демалыс күшті болсын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Швейцария, Шымкентский. Мощный. Табиғат қандай керемет. Жігіттерді қоясын, бәрекелді. 1 мамыр 2023 жыл. Шымкенттен шабес жерде осында керемет жерлер бар екен. Таудан аққан мұздай су. Мына жерде банясы бар, қардан шығасыз да мына суға мұздай суға секіресіз. Енді қанның айналғанда бас айналып кетеді осы мұздай суға секірген. Керемет демалыс. Осындай табиғат аясына келіп демалып тұрыңыздар, бәрекелді. Бұл жер енді өте керемет. Мощный, сочный, круглосуточный. Кештен кеш жақсы, паровойдан пеш жақсы, 5 жерден 5-25. Мынандай демалысқа еш жер тең емес дегендей ғой, жігіттерім, бәрекелді. Ал аман болайық. Жігіттерім, осындай демалысқа шықпайық табиғатқа, керемет жерлерде. Бәрекелді. Міне, мощный, сочный, круглосуточный ғой. Бәрекелді деп қоясын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Жақсы қызды айға демесе